Осы тақырыптың айналасында сұрақ өте көп. Бұл ретте құс тұмауының халыққа әкелер шығыны мен жағдайдың қалай реттелетіні туралы білу үшін Қазмедиа орталығына Ауыл шаруашылығы министрлігінің өкілін шақырған едік. Онымен сұхбаттасуға әріптесім Фариза Мұсағызы дайын. Олай болса тізгінді әріптесіме беремін. Фариза, қайырлы кеш, сөз сізде. Фариза. Рахмет, студия, қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Қазір менің жанымда Ауыл шаруашылығы министрлігі ветеринарлық бақылау және қадағалау комитеті төрағасының міндетін атқарушы Қызғалдақ Сапарғалиқызы тұр. Қызғалдақ ханым, қош келдіңіз. Барлық сұрақтарымыз осы мәселенің төңірегінде болмақ. Ең алдымен бұл ауру, яғни құс тұмауы адамдарға жұға ма, ол қауіпті ме, сол жөнінде айтып берсеңіз. Бұл құс тұмауымен негізі құстар ауырады, сол себепте алаңдаудың қажеті жоқ. Бұл құс тұмауымен адамдар ауырмайды, өйткені бұл құс тұмауы жаңағы әртүрлі құстар және жабайы құстардан жұғылатын, сол себепті бұл адамдарға жұқпайды, алаңдаудың қажеті жоқ. Яғни жаңағы ол вирус түгел толық зерттелді деген сөз. Өйткені солай ма? Өйткені көрші Ресейде жаңағы шекаралас аймақтардағы халыққа бұл вирустың қаупі бар, яғни сақтаныңдар деген ескерту жасалған болатын. Жаңағы алдында айтып кеткендей, бұл құс тұмауымен жаңағы жабайы құстар ауырады және әртүрлі құс түрлері ауырады. Бұл құс тұмауы адамдарға жұқпайды, сол себептен жұқпайды бұл ауру. Жақсы, ауру өзге аймақтарға таралмас үшін қандай да карантиннен басқа шаралар қабылданып жатыр ма? Әрине, біздің тиісті мамандар және жергілікті атқарушы органдар тиісті комиссия мүшесі құралып, сол жерде барлық тиісті шаралар қолдануда. Жаңағы өлген құстардың бәрін жою, дезинфекция жұмыстарын жүргізуде. Біздің тарап жағынан барлық жұмыстар жүргізуде. Осы жасалып жатқан вакцинация міндетті ме, және де өңірдегі біз білетін ең үлкен 3 құс фабрикасына қандай да бір қауіп төніп тұр ма? Вакцинация бұл не үшін жүргізіледі? Вакцинация жаңағы бұл аурудың ары қарай таралып кетпеуіне байланысты. Біз жаңағы тиісті шаралардың ішінде бұл вакцина кіреді. Сол себепті біз басқа өңдерге ауысып кетпеуі және басқа құстар ауырмау үшін тиісті вакцина бөлінген. 873 мың доза бізде отандық препарат бөлінді. Сол препараттармен бізге осы жаңағы Ресей елімен шекаралас елдерге жаңағы ауру болған жерлерге барлықтар құстарына тиісті вакцина жүргізіледі. Жаңағы 3 құс фабрикасын айтып кететін болсақ, егер де фабрикалар өздері тиісті шараларын қолданып, жаңағы ауруларды кіріп кетпеу, жаңағы жабық қорғау түрінде болса, ол ауру ол жақтарға кірмейді. Жақсы, енді өтемақы жөнінде айтып берсеңіз, егер жаңа құстар қырылып қалған кәсіпкерлер құстарды жаңағы арнайы жерге барып өртесе, сонда олардың өтемақысы беріледі деген ақпарат бар, сол қаншалықты рас? Бұл республикалық бюджеттен тиісті бұл ауруға ақша бөлінеді, яғни жергілікті органмен жеке комиссия бөлініп, қай жерде қанша аурулар бөлінген туралы, қанша құстар өлді, сол жерлердің барлығын зерттеп, тиісті актілер қолданылып, қанша жаңағы фактілер болған жерлерге тиісті түрде орташа нарықты бөліммен ақша бөлінеді. Жақсы, тағы бір сұрақ қоя кетейін. Өңірде қазір карантин енгізілді. Бұл қанша уақытқа созылуы мүмкін? Карантин негізі Ауыл шаруашылығы министрлігінің 509 бұйрығына сәйкес бұл карантин бізде 21 күнге созылады. Өйткені осы 21 күн ішінде егерде барлық өлген құстардың бәрін жойып, дезинфекция жұмыстарын жүргізіп, ешқандай ауру тіркелмесе, карантин ашылады. Бірақ та халықаралық эпизодиялық бюроға сәйкес бұл жерде бізде 3 айдан 6 айға дейін карантин жұмыстары жүргізіледі. Егерде ешқандай өлі фактілері құстардың тіркелмейтін болса, ол кезде біз ол жерді жаңағы карантиннен алып ашық деп жариялаймыз. Демек, 6 айға дейін халық күтуі мүмкін, иә? Солай ма? Егер де ешқандай ауру тіркелмей, ешқандай құс ауырмай, барлық эпизодиялық жағдай тұрақты болса, онда біз ол шараны, жаңағы карантин шараны алып тастаймыз. Рахмет, осы солтүстік өңірде жағдай реттеледі деген үмітте біз осы Қызғалдақ ханыммен сұхбатымызды аяқтаймыз. Студия. Рахмет, Фариза. Айта өтейін, арнайы қонағымызбен сұхбаттасқан әріптесім Фариза Мұсағызы.